Ассаламалейкум қадірлі көрермендер, қайта қауыштық. Мен Ерсұлтан дәрігер. Бүгінгі әңгімеміз өте маңызды, әрі өте нәзік тақырыпқа арналады. Көптеген ер адам бұл мәселені ішінде ұстап жүреді. Ешкімге айта алмайды, тіпті өз әйеліне де айтуға ұялады. Ал мәселе іште сақталып қалмайды, ол жайлап өсе береді, асқына береді. Сондықтан бүгін біз бұл мәселені ашық сөйлесеміз. Көрермендерім, бүгінгі әңгімеміз мүше әлсіздігі туралы. Оның 8 негізгі себебі және сол себептерге қарсы 8 табиғи шешім жайында. Мен сізге дәрі-дәрмек туралы айтпаймын. Мен сізге табиғи жолдарды көрсетемін. Атамыздан, әжемізден қалған ақыл, ғалымдар дәлелдеген шындық, күнделікті өмірде қолдануға болатын қарапайым тәсілдер. Осы туралы әңгімелесеміз. Сондықтан өтінем, бүгінгі видеоны бастан аяқ қарап шығыңыз. Әр сөзді мұқият тыңдаңыз. Бұл видео сіздің өміріңізді жақсартуы мүмкін. Отбасыңыздағы берекені сақтауы мүмкін. Көңіл-күйіңізді қайтаруы мүмкін. Сондықтан уақытыңызды бөліп, соңына дейін көріңіз. Алдымен бір маңызды нәрсені айта кетейін. Мүше әлсіздігі ол ұялатын нәрсе емес, қадірлі ағайын. Ол өте жиі кездесетін жағдай. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 40 жастан асқан ерлердің жартысында осы мәселе бар. 50 жастан асқандардың 70%-ында, 60-тан асқандардың 80%-ында. Яғни сіз жалғыз емессіз. Миллиондаған ер адам осы мәселемен бетпе-бет келеді. Бірақ көпшілік үндемейді, жасырады, ал кейбірі шешім іздейді. Дана адам екіншісі. Сіз осы видеоны көріп отырсыз, демек сіз де дана адамсыз. Енді себептерге көшейік. Әр себепті жақсылап түсіндіріп беремін, содан соң оған қарсы табиғи шешімді айтамын. Асықпаңыз, бәрін жазып алуға болады, әлде қайта көруге болады. Бірінші себеп қан айналымының нашарлауы. Қадірлі ағайын, мүшенің дұрыс жұмыс істеуі үшін оған көп қан келу керек. Эрекция деген не? Ол мүшеге қанның толуы. Қан қалай толады? Қан тамырлары ашық болғанда. Егер қан тамырлары тарылған болса, бітелген болса, қатайған болса, қан жете алмайды. Мүше толмайды. Эрекция пайда болмайды. Қан тамырлары неге бітеледі? Майлы тамақтан, тез дайын тағамнан, темекіден, қозғалыс аздығынан. Холестерин деген зат қан тамырларының ішіне жабысады. Жыл өткен сайын ол жиналады. Бір күні тамыр мүлде жабылып қалады. Бірінші болып кішкентай тамырлар жабылады. Мүшедегі тамырлар денедегі ең кішкентай тамырлардың бірі. Сондықтан олар бірінші зардап шегеді. Бірінші шешім қан айналымын жақсарту. Оны қалай жасаймыз? Күн сайын кем дегенде жарты сағат жаяу жүрміз. Таза ауада, асықпай. Жаяу жүру қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады. Бұл ең арзан, ең тиімді дәрі. Қызылша жеңіз. Қызылша ол табиғаттың ерлерге сыйлығы. Онда арнайы зат бар. Ол қан тамырларын кеңейтеді. Аптасына 3-4 рет қызылша жесеңіз, бір айдан кейін өзгерісті сезесіз. Пісіріп салат жасап жеуге болады. Сығынысын ішуге болады. Анар жеңіз. Анар шырынын ішіңіз. Анар ол ерлерге арналған ең күшті табиғи дәрі. Оның құрамында қан тамырларын тазалайтын заттар бар. Күніне жарты стакан анар шырыны таңғажайып нәтиже береді. Сарымсақ жеңіз. Күніне 1-2 тіс сарымсақ жесеңіз, қан тамырларыңыз таза болады. Қысымыңыз қалыпты болады. Мүшеңіз жақсы жұмыс істейді. Атамыз, әжеміз осыны бекер айтпаған. Зімбір ішіңіз. Зімбірді кесіп қайнаған суға салып, біраз тұрғызып бал қосып ішіңіз. Бұл ежелгі шығыстық рецепт. Қан айналымын керемет жақсартады. Екінші себеп тестостерон гормонының азаюы. Тестостерон ол ерлердің негізгі гормоны. Ол ер адамды ер адам ететін зат. Ол сақалды өсіреді, дауысты қалыңдатады, бұлшықетті өсіреді және ерлік қуатты береді. Жасы ұлғайған сайын тестостерон жайлап азая бастайды. Бұл табиғи үдеріс, бірақ кейде ол тым тез азаяды. Сонда ерлік қуат әлсірейді, күш кетеді, көңіл-күй түседі, іш шығады, ұйқы бұзылады. Тестостерон неге тез азаяды? Артық салмақтан, стресстен, нашар ұйқыдан, қозғалыс аздығынан, дұрыс тамақтанбаудан. Екінші шешім тестостеронды табиғи түрде көтеру. Оны қалай жасаймыз? Салмағыңызды тәртіпке келтіріңіз. Іш майы тестостеронның ең үлкен жауы. Іш маймен бірге гормондар теңдігі бұзылады. Сондықтан іш майын азайту керек. Көп тамақ жемеңіз, тәттіні азайтыңыз, күн сайын қозғалыңыз, күшпен жаттығу жасаңыз. Жасы ұлғайған ерлерге де бұл керек. Мен сізге гирямен ауыр нәрсе көтеру керек деп айтып тұрған жоқпын. Қарапайым жаттығулар, отыру, тұру, қолмен итеру, шелек арқылы су көтеру, осылардың бәрі тестостеронды көтереді. Аптасына 3 рет, жарты сағаттан. Ұйықтауды жақсартыңыз. Тестостерон негізінен түнде өндіріледі. Егер сіз нашар ұйықтасаңыз, гормон аз өндіріледі. Күніне кем дегенде 7 сағат ұйықтаңыз. Ертерек жатыңыз, ертерек тұрыңыз. Жаңғақ жеңіз.
Грек жаңғағы, бадам, Бразилия жаңғағы бұлар тестостеронды көтереді. Бірақ Бразилия жаңғағын тәулігіне 2-3-ден артық жемеңіз, онда селен көп. Грек жаңғағын күніне 1 жеңіз. Жұмыртқа жеңіз. Жұмыртқаның сарысында тестостеронды жасайтын холестерин бар. Бұл пайдалы холестерин. Аптасына 7-8 жұмыртқа жесеңіз, гормон теңдігіңіз жақсарады. Құрт, ірімшік, сүзбе жеңіз. Қазақтың ежелгі тағамдары ерлерге арналғандай. Олар ақуызға бай, гормонға пайдалы. Үшінші себеп – жүйке тозуы мен стресс. Қадірлі ағайын, бұл өте маңызды нәрсе. Мүшенің жұмысы ми арқылы басқарылады. Егер ми тынышсыз болса, стресс көп болса, уайым болса, ми мүшеге дұрыс сигнал жібере алмайды. Көптеген ер адам өмірінде стрессті көтеріп жүреді. Жұмыс мәселесі, ақша мәселесі, отбасы мәселесі, балалар мәселесі бәрі жиналып, ер адамның иығына түседі. Ол оны ешкімге айтпайды, ішінде ұстайды. Ал стресс ішінде жиналып, гормондарды бұзады. Қан қысымын көтереді, ұйқыны бұзады, ерлік қуатты төмендетеді. Үшінші шешім – стрессті басу. Бұл өте маңызды. Дуа оқыңыз. Намаз оқығандар үшін намаз – ол тыныштықтың дәрісі. Күніне 5 уақыт намаз адамды тынышталдырады. Алла тағалаға жақындатады, жүректі жеңілдетеді. Табиғатпен араласыңыз. Таза ауада жүріңіз. Өзен көлді көріңіз. Тауларға қараңыз. Бақшаңызбен айналысыңыз. Табиғат ол тегін психолог. Достарыңызбен сөйлесіңіз, ағайынмен шай ішіңіз, әңгімелесіңіз, қалжыңдасыңыз. Жүректі ашу ол ер адамның әлсіздігі емес, даналығы. Ішіңіздегіні жасырмаңыз. Сенген адамыңызға айтыңыз. Әйелге, ағайынға, досқа. Бір нәрсе ауыр болса, айту арқылы жеңілдетесіз. Жақсы кітап оқыңыз, дана адамдардың сөзін оқыңыз. Тарих, дін, өмірнама, осындай кітаптар жанды тыныштандырады. Ұйқыны қалпына келтіріңіз. Жеткілікті ұйықтасаңыз, стресс өздігінен азаяды. Төртінші себеп – артық салмақ. Қадірлі ағайын, бұл өте жиі кездесетін мәселе. Жасы ұлғайған сайын ер адамдардың іші шыға бастайды. Кейбіреуі жасымыз келді ғой, бәріміз осындаймыз деп қабылдайды. Бірақ шындығында артық салмақ ерлікке өте қатты әсер етеді. Іш майы ол жай май емес, ол активті мүше. Ол гормондар өндіреді. Көп іш майы бар ер адамның денесінде тестостерон азаяды, ал әйел гормоны эстроген көбейеді. Нәтижесінде ерлік қуат әлсірейді. Кеуде өсе бастайды, көңіл күй түседі. Оған қоса артық салмақ қан қысымын көтереді, диабетке әкеледі, жүрекке ауыр жүк түсіреді. Барлығы бірігіп мүшеге зиян келтіреді. Төртінші шешім салмақты реттеу. Бірақ абайлаңыз, аштық әдіс емес. Жасы ұлғайған ер адам үшін аштық өте қауіпті. Біз басқаша жасаймыз. Порциясын азайтыңыз. Бұрын 1 табақ жесеңіз, жарты табақ жеңіз. Аста көз емес, шек тойса жетеді. Кешкі тамақты ерте жеңіз. Сағат 7-8-ден кейін еш нәрсе жемеңіз. Түнде жеген тамақ май болып жиналады. Ақ нанды, макаронды, күрішті азайтыңыз. Олардың орнына көкөніс көбірек жеңіз. Қант пен тәттіні тастаңыз. Шайға қант салмаңыз, бал салыңыз. Кәмпит, пирожный, тортты ұмытыңыз. Олар мүшенің жауы. Күн сайын қозғалыңыз. Жаяу жүру ең арзан, ең тиімді тәсіл. Су көп ішіңіз. Күніне кем дегенде 6-7 стакан. 1-2 айда салмақ 5-6 килоға азаяды. Мүшеміз жанданады, денеңіз жеңілдейді, өміріміз өзгереді. Бесінші себеп қант диабеті. Қадірлі ағайын, бұл өте ауыр жағдай. Қант диабеті бар ер адамдардың жартысында ерлік әлсіздік пайда болады. Неге? Себебі қантының көптігі нервтерді бұзады. Ұсақ қан тамырларын бұзады. Мүшеге баратын нервтер де тамырлар да зардап шегеді. Кейде ерлік әлсіздік диабеттің бірінші белгісі. Адам әлі диабетің бар екенін білмейді, ал мүше алдымен сигнал береді. Бесінші шешім – қант деңгейін тұрақтандыру. Бұл тек диабеті барлар үшін емес, барлығы үшін маңызды. Ақ қантты мүлде тастаңыз. Чай, кофеге бал салыңыз. Табиғи жемістердің тәтті дәмін табыңыз. Ақ нан мен ақ күрішті азайтыңыз. Олардың орнына қара нан, сұлы ботқасы, қара құмық, арпа жеңіз. Тез дайын тамақты жемеңіз. Тәтті газдалған сусындарды жойыңыз. Күн сайын жасыл шай ішіңіз. Жасыл шай қант деңгейін тұрақтандырады. Далчын қосыңыз. Ботқаға, шайға 1-2 шымшым далчын қосуға болады. Ол қантты реттейді. Тоқаш пен тәттіні ұмытыңыз. Оның орнына жаңа піскен жемісті таңдаңыз. Күніне 1 рет қарақат, таңқурай, алма жеңіз. Бұл тәттінің орнына табиғи дәмді береді. 6-шы себеп – темекі мен алкоголь. Қадірлі ағайын, осы екеуі мүшенің ең үлкен жаулары. Темекі қан тамырларын тарылтады. Әр тартқан сайын мүшеге баратын қан азая береді. Жыл өткен сайын тамырлар қатая береді. Бір күні мүше мүлде жұмыс істемей қалады. Алкоголь бауырды бұзады. Бауыр гормондарды өңдейді. Бауыр бұзылса, гормон теңдігі бұзылады. Тестостерон азаяды, ерлік қуат әлсірейді. Оған қоса алкоголь денедегі суды алады, жүйкені бұзады, ұйқыны бұзады.
Алтыншы шешім – бұл екі улы затты тастау. Бұл ең қиын, бірақ ең тиімді қадам. Темекіні бірден тастаңыз. Жайлап тастау жұмыс істемейді. Бір күні шешіп, сол күні соңғы темекіні тартыңыз. Содан бастап мүлде ұстамаңыз. Алғашқы апта қиын, бірақ кейін жеңілдейді. Алкогольді мүлде жойыңыз. Той-думанда да ішпеңіз. Достарыңыз сізді түсінеді. Денсаулық ең қымбат нәрсе. Орнына жасыл шай, шөп шайларын ішіңіз. Зімбір мен лимон қосылған шай өте пайдалы. Темекі тастаған бірінші айда денеңізде өзгеріс басталады. 2-3 айдан кейін мүшеміз жанданады. Жарты жылдан кейін өзіңізді мүлде басқа адам ретінде сезінесіз. 7-ші себеп – қозғалыс аздығы. Қадірлі ағайын, бұл қазіргі заманның ең үлкен ауруы. Біз көп отырамыз. Үйде, көлікте, жұмыс орнында. Қозғалыс аз. Ал қозғалмайтын дене тұрған су сияқты. Су тұрса шірейді, дене қозғалмаса әлсірейді. Қозғалыс аздығы қан айналымын нашарлатады, бұлшықетті азайтады, тестостеронды түсіреді, салмақты көбейтеді, ұйқыны бұзады. Бәрі бірігіп мүшеге тиеді. 7-ші шешім – күнделікті қозғалыс. Бұл өте қарапайым, бірақ өте күшті дәрі. Күн сайын жарты сағат жаяу жүріңіз. Таза ауада, асықпай. Бұл минимум. Арнайы жаттығу жасаңыз. Кегел жаттығу деп атайды. Ол ерлерге өте пайдалы. Кіші жамбастың бұлшықеттерін күшейтеді. Күн сайын 5 минут жеткілікті. Қалай жасайды? Дәретке тоқтатқан кездегі бұлшықетті қысасыз. 10 санап тұрасыз. Содан соң босатасыз. Осыны 10-15 рет қайталайсыз. Күніне 3 рет. Отыру-тұру жаттығуын жасаңыз. Отырыңыз, тұрыңыз, отырыңыз, тұрыңыз 10 рет. Бұл аяқ бұлшықетін нығайтады. Тестостеронды көтереді. Таңертең жаттығу жасаңыз. Қолды созу, белді бүгу, мойынды айналдыру. 10 минуттық жеңіл жаттығу денеңізді оятады. Жазда бақшаңызбен айналысыңыз. Қыста үйде жеңіл жұмыстар жасаңыз. Қозғалыс кез келген түрінде пайдалы. 8-ші себеп – дұрыс тамақтанбау. Қадірлі ағайын, біз не жейміз сол боламыз. Бұл бос сөз емес, шындық. Егер сіз күн сайын тез дайын тағамды, қуырылған майлы етті, қамыр тағамдарын жесеңіз, денеңіз соған ұқсайды. Мүшеңіз соған лайық жұмыс істейді. Көптеген ерлер дұрыс тамақтануды әйел адамдардың ісі деп ойлайды. Мен ер адаммын, ет жеп өстім, бәрін жеймін дейді. Бірақ жасыңыз ұлғайған сайын мұндай тәсіл жұмыс істемейді. Жас кезде де зиянды болған, бірақ дене шыдай алған. Қазір дене шыдамайды. 8-ші шешім – ерлерге арналған дұрыс тамақтану. Мен сізге күрделі диета ұсынбаймын. Қарапайым ережелер. Күн сайын бір уыс жаңғақ жеңіз. Грек жаңғағы, бадам, фисташка кез келген пайдалы. Аптасына 2-3 рет балық жеңіз. Әсіресе майлы балық, семга, скумбрия, лосось. Өзімізде сельдь, карп бар, бәрі пайдалы. Жұмыртқаны ұмытпаңыз. Таңертең 1-2 жұмыртқа ерлер үшін алтын тағам. Көкөніс көп жеңіз. Қызылша, сәбіз, қияр, помидор, орам жапырақ. Салат жасаңыз, салқын майда тұздықпен араластырыңыз. Жеміс жидек жеңіз. Алма, алмұрт, қарақат, таңқурай, қыста кептірілген өріктер, мейіз, құрма. Сарымсақ, пияз, олар ерлерге арналған табиғи дәрі. Күніне 1 тіс сарымсақ жеңіз. Бал мен ара өнімдерін қолданыңыз. Таңертең 1 қасық бал жеңіз. Құдай қаласа, ара уызы бар болса, ол мүше үшін керемет дәрі. Шай мен суды көп ішіңіз. Тәтті газдалған сусындардан бас тартыңыз. Құрт, ірімшік, сүзбе қазақтың атадан қалған ерлік тағамы. Енді қадірлі ағайын, бүгінгі видеоның соңына жақындап келе жатырмын. Маңызды сөз айтайын. Мен сізге 8 себеппен 8 шешімді айттым. Мүмкін сіз ойлайтын шығарсыз. Мұның бәрін бірден қалай жасаймын? Қадірлі ағайын, бәрін бір күнде жасаудың қажеті жоқ. Жайлап бастаңыз. 1-ші апта жаяу жүруді бастаңыз. Күніне жарты сағат. Осы бір ғана нәрсе. 2-ші апта қантты азайтыңыз. Шайға қант сауыдан бас тартыңыз. 3-ші апта күніне 1 уыс жаңғақ жеуге бастаңыз. 4-ші апта темекіні тастаңыз, егер ол бар болса. Осылай жайлап-жайлап, 1 айдан кейін сіздің өміріңіз толығымен өзгерген болады. Денеңіз жеңіл болады, көңіл күйіңіз жақсарады, ұйқыңыз терең болады, мүшеміз де қайта жанданады. Бірақ маңызды бір нәрсе. Егер мүше әлсіздігі ұзақ уақытқа созылған болса, егер осы шешімдерді 1-2 ай қолданғанда да өзгеріс болмаса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Мүмкін денеңізде басқа жасырын ауру бар. Диабет, жүрек ауруы, қан қысымы, простата мәселесі. Оларды табу керек. Анализ тапсырыңыз, тексеріліңіз. Бұл ақылды ер адамның жолы. Қадірлі ағайын, мен сізге тағы бір нәрсе айтайын. Мүше әлсіздігі ол ақырдың белгісі емес. Ол өзгерудің басы. Көп ер адам осы мәселе арқылы өмірін толығымен өзгертті. Темекіні тастады, салмағын жойды, дұрыс тамақтанды, қозғалысты бастады. Нәтижесінде тек мүше қалпына келді емес, бүкіл денсаулық жақсарды, өмір сапасы артты, отбасындағы тыныштық қайтты.
Сондықтан бүгінгі бұл мәселені сыйлық ретінде қабылдаңыз. Ол сізге өзгеруге мүмкіндік беріп тұр. Денеңіз сізге айтып тұр: мені аяла, мен сенімен қарт жасқа дейін жақсы болғым келеді. Осы сөзді естіңіз. Отбасыңыз үшін, әйеліңіз үшін, балаларыңыз, немерелеріңіз үшін өзіңізді аялаңыз. Сау ер адам отбасының тірегі, ал тірек мықты болса, бүкіл үй мықты болады. Қадірлі ағайын, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Бұл видео сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер пайдалы болған болса, лайк басып қойыңыз. Каналыма жазылыңыз. Мен сізге арналған жаңа пайдалы видеоларды дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыз, сұрақтарыңызды жазыңыз, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Сіздің сөзіміз басқа ағайынға көмек болуы мүмкін. Досыңызға, ағайыныңызға, туысыңызға осы видеоны жіберіңіз. Мүмкін олар да осы мәселемен жасырын күресіп жүрген шығар. Сіздің жіберген видеомыз олардың өмірін өзгертуі мүмкін. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын. Алла тағала барлығымызды жақсы денсаулықпен қуанта берсін. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Есұлтан дәрігер. Қайта кездескенше.